Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз деректемелер. Деректемелер құжаттың маңызды бөліктері. Яғни құжаттың ішкі құрылымы. Құжатты құрастыру барысында деректемелер арқылы әртүрлі ақпараттар жазылып, маңызды деректер атқарылады. Осы деректемелер құжат құрастыру барысында 29 түрі кездеседі. Бірінші деректеме Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы. Елтаңба мемлекеттік деңгейде жүргізілетін құжаттарда қойылады. Және құжаттың жоғарғы бөлігінде ортасында диаметрі 20 мм-ден аспайтын деңгейде орналасады. Екінші деректеме ол Қазақстан Республикасының наградалар белгісі. Кәсіпорынның наградалары мемлекеттік деңгейде болып жатса, бұл да құжатқа қойылады. Ұйымның эмблемасы және кәсіпорынның тауарлық белгісі. Бұл деректеме ұйымның қай бағытта жұмыс атқаратындығын және тауарлық белгісін көрсетіп тұратын жаңағы белгі. Келесі деректеме ол министрліктің немесе ведомствоның атауы. Бұл, яғни құжаттағы көрсетілген ұйымның атауын көрсетіп тұрады. Яғни министрліктің атауын көрсетіп тұрады. Одан кейін міне ұйымның атауы көрсетіледі. Келесі, егер ұйымнан кейін құрылымдық бөлімшелер болып жатса, құрылымдық бөлімшенің атауы көрсетіледі. Міне сондай деректеме. Әрі қарай жетінші деректеме ұйым туралы анықтамалық деректер. Яғни ұйымның атауы қойылғаннан кейін сол атаудың астында сол ұйымға байланысты анықтамалық деректер жазылады. Яғни индексі сол ұйымның мекен-жайы, анықтамалық телефондары деген сияқты. Келесі құжат түрінің атауы. Кез келген құжатта құжаттың түрінің атауы қойылады. Яғни ол қандай құжат болуы мүмкін? Мысалы, өтініш, бұйрық болуы мүмкін. Яғни осындай атаулар қойылып отырады. Құжаттың датасы. Яғни кез келген құжатқа құжаттың күні қойылады. Бұл құжаттың қай күні орындалғандығын, немесе құжатқа қай күні мөр қойылғандығын, немесе қай күні бекітілгендігін байқатады. Келесі деректеме ол құжаттың тіркелу нөмірі. Тіркелу нөмірі кез келген құжаттың шығу, кіру нөмірлерімен тіркелініп отырады. Немесе қандай нөмірмен жасалынды, қай күні жасалынды, сондай ақпаратты көрсетіп отырады. Келесі деректеменің бірі келіп түскен құжаттың датасы мен тіркелу нөміріне сілтеме. Бұл егер хаттар болып жататын болса, хатқа құжаттың қай күні келіп түскендігі, немесе құжат қай күні кәсіпорыннан шығып кеткендігі туралы ақпарат береді. Құжаттың басылған немесе құрастырылған орны. Кез келген құжатта қай жерде басылып жатыр. Мысалы, Алматы қаласы деп тұратын болса, ол жаңа құжаттың Алматы қаласында басылып жатқандығын көрсетеді. Құжатты пайдалануға қойылатын шектеу грифі. Бұл шектеу грифі, егер құжатта аса құпия маңызды ақпараттар болып жатса, оның сыртында осындай шектеу грифтері болады. Яғни оған ол ақпаратты басқа адамдар көруге шектеу қойылады. Келесі ол адресат. Адресат, яғни көбінесе бұл хаттарда болады. Яғни хат қай жақтан келді, кімге келді, немесе қай жаққа кетті, кімге жіберілді. Осы ақпарат адресат реквизитінде көрсетіледі. Келесі реквизит ол 15-ші құжаттың бекіту грифі. Яғни атында тұр бекітеді. Бұл көбінесе бекітемін деген сөздер арқылы қойылатын деректеме. Келесі 16-шы қарар. Қарар көбінесе құжаттарды қарап тексеру барысында қойылатын ақпарат. 17-ші деректеме ол мәтіннің тақырыбы. Мәтіннің тақырыбы кез келген құжатта
мәтін жазылады. Сол мәтіннің қай бағытта, қандай тақырыпта екендігін алдын ала көрсетіп тұрады. Келесі 18-ші бақылау туралы белгі. Егер құжат бақылауға алынатын болса, құжаттың оң жақ, сол жақ бұрышында Б деген белгімен көрсетіліп тұрады. Яғни құжаттың бақылауға алынғандығы. Келесі ең негізгі реквизит құжаттардың деректеменің ішіндегі ең негізгі деректеме ол мәтін. Мәтін арқылы қандай жұмыс атқарылады, қалай атқарылады, қашан атқарылады, сондай ақпараттар алынады. Екіншіден, мәтіні әртүрлі бағытта жазылады. Мысалы, трафареттік бағытта, тұтас мәтін ретінде, анкета түрінде жаңағы жазылып жататын деректемелер. Келесі деректеме бұл қосымша туралы белгі. Кез келген құжатта, егер қосымшасы болса, мәтіннің астында қосымша туралы белгі қойылады. Одан кейінгі деректеме бұл қол қою. Қол қою деректемесі өте жаңағы маңызды деректемелердің бірі. Құжаттың жұмыс атқаруға дайын екендігін байқатады. Және сол жұмыс атқаратын адамның қолы қойылады, жауаптылығы көрсетіледі. Өте маңызды деректеме. Келесі деректеме бұл 22-ші деректеме құжаттың келісім грифі. Яғни өзінің атында тұр, келісемін деген сөздер арқылы қойылып отырылады. Көбінесе келісім шарттарда қойылады. Бұрыштамалар бұл құжаттың дәл сол күнгі істелінгендігін дәлелдейтін бұрыштама, яғни құжаттың жоғары жағында бұрышына қойылады, штамп деп айтамыз. Келесі мөр. Мөр де заңды деректемелердің бірі. Мөр арқылы құжатқа күш енгізіледі. Құжат күшке енеді. Құжат бірден жұмысын орындайды. Келесі 25-ші ол көшірмелерді куәландыру туралы белгі дейді. Кейбір көшірмелерді куәландыру керек болады. Егер куәландыра алмайтын жағдайда ол жаңағы жарамсыз келеді. Сондықтан кез келген көшірмені куәландырамыз. Яғни қашан куәландырды, кім куәландырды, қайда куәландырды, сондай ақпараттар көрсетіледі. Келесі деректеме бізде 26-шы орындаушының тегі мен телефон нөмірі. Бұл құжаттың құжаттың төменгі бөлігінде құжатты орындаған адамның аты жөні, тегі, телефоны көрсетіледі. Келесі деректеме құжаттың орындалған мен іске жіберілгендігі туралы белгі. Іске жіберілсін, іске жіберілді деген сөздер арқылы құжаттың төменгі жағында көрсетіліп тұрады. Құжаттың мекемеге келіп түскендігі туралы белгі. Көбінесе хаттарда құжаттың төменгі бөлігінің сол жағында қай күні келіп түскендігі туралы ақпарат жазылады. Ал 29-шы деректеме бұл құжаттағы мәліметтердің машинада сақтауға жіберілгендігі туралы белгі. Бұл көбінесе қазір біз машинада сақтамаймыз, қазір біз көбінесе компьютерлерді сақтаймыз, әртүрлі атаулармен сақтап жатамыз. Сақталу атаулары қойылады. Міне 29 деректемені сіздерге қысқаша айтып өттім. Жалпы деректемелердің анықтамасы оқулықта берілген 19-шы беттен 24-ші бет аралығында. Бұл деректеменің атауларын сіздер жаттайсыздар, дәптерге жазасыздар, анықтамасын түсініп оқимыз.